Ko'ylukning turi ko'p sizde tanglar. Bugun bizde Kia Electro Car. Raindrop, drop top, smoking on cooking the hot bar. Fucking on your bitch, she a that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody, grip the trigger. All of the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you with my bitch. Stand and bougie. Cooking up dope with a Uzi. My niggas. Kia EV6 Carster Tesla'nın ikincisi деп айтсақ та болады. Жалпы бұл Tesla'да негізі Kia'ның Tesla варианты. Просто бізде Tesla деп қалыптасып кеткен. EV6 оталдырайық. Оталды ма? Оталып тұр ғой, Иә, оталып. Вообще кәдімгі дауысы жоқ қой, құрметті достар. Ана жүрсе тыныш жерге барып әңгіме қылайық дейтін бар, тура осы ғой. Ал ішіндегі орындықтарға келетін болсақ, мынау таза былғары, Nappa деген былғары, өте жоғарғы деңгейдегі былғары. Ішінің бәрі өте әдемі, қарапайым, күшті қылып жасалған. Салон өте керемет, тағы да айтам. Мына жерде мына ортаға қарасаңыздар, мына астында ештеңе жоқ, кәдімгі самолеттің андай нелері сияқты істеген. Мына жерде бардашок бар. Одан кейін push start ортаға орналастырған, өте ыңғайлы. Астының бәрі бос, астының бәріне жүк салсаңыздар болады. Анау майда жүдет нелерді салып қоясыз. Капотын ашты, что там көрейік дегендерге. Капоттың астында ана машина қазір оталып тұр дәл қазір. Мотордың астында моторда жоқ қой бұда. Батарейка. Терезеге жасатын жаңағы су, омыватель, одан кейін аккумулятор. Одан кейін мынау енді кішігірім не бар? Бардашок. Мына жерге ақша салып қойсын. Телефонын қақып кетті. Құрметті достар, бірінші бұны қуаттаған кезде арнайы қуаттайтын жерге барып, бұның өзінің заправкасы болады, соған барып қуаттасаңыз 3 сағатта қуатталады толық. Ал егер үйде қуаттайтын болсаңыз 9 сағатта қуаттайсыздар. Және де бұның бір зарядтағандағы полный бак зарядкісі 450 километрге жетеді. 450 километрге жетеді. Примерно Қордайға барып тоқтайсың ғой, осы жерден шықсаң. Ары қарай эвакуатормен кетесің. Жүк салғыш, яғни багажға келетін болсақ, арты өте ыңғайлы, арты кең. Және де бұның бір плюсы, жаңа маған көрсетіп жатыр, мынандай адаптер бар екен. В общем, тауға, семьяңмен, жанұяңмен тауға шықсаң, телевизор көргің келеді, болмаса сотка зарядтан келеді, өте мықты 250 вольт керек, ток күш керек болса, осыны тығады екенсіз да. Мына жерде жаңағы тройник бар, осыған тығасыз да, кино көріп отыра бересіз. Сыртқы көрініс, сыртқы дизайнына келетін болсақ, дизайны өздеріңізге көрініп тұр. Не деген басқаша ерекше, көшеде көрсең түнде или болмаса күндіз болса да духыңды алып қоятын машина болып тұр ғой, көресіз. Егер де бұл машинаны алсаңыз, негізі құрметті достар, кез келген жылы жаңа машинаны алсаңыз, оны міндетті түрде суын, майын, жаңа антифриз, коробканың майы деген нәрсені по-любому ауыстыру керек болады. Ал бұл көлікті алсаңыз, вообще ештеңесіне түртпейсіз ғой, короче. Контактіндегі Аргон, Мұрат, болмаса мотористі, Азамат деген нәрсені бәрін жаңа контактымен өшіріп тастайсың. Бұған ештеңе керек емес. Үшін былайша айтқанда ходовкасы да, моторы да долговечный болады ғой. Бұл Kia EV6 көлігі Қазақстанда екеуі, біреуі Алматыда, біреуі біздің Шымкентте. Құрметті достар, осындай көлікке обзор жасауға мүмкіндік берген біздің осындай Азия Трейд компаниясына үлкен алғыс айтамыз. Егер сіз осындай көліктерге тапсырыс берсеңіздер, Азия Трейд компаниясына келіп, менеджердегі жігіттермен жолығып тапсырыс берсеңіздер, 20-25 күнде сіздерге көліктеріңізді жеткізіп береді. Ал біз самса жеп алайық кеттік.